Сәлем достар, бүгін бізде Паскаль тілінен екінші сабақ. Алдыңғы сабақта біздер Паскаль тілінен жалпы шолу жасадық, және де интеджер типін үйренген болатынбыз. Бүгінгі сабақта біздер real типін қарастырамыз. Real типін жалпы мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқан болатынмын аздап. Енді сонда да айта кетейін. Real типі ол жалпы бүтін емес сандардың типі. Мысалы, мынадай 0,6, 1,48, любой мынандай просто үтірмен жазылса болды. Бірақ бұл бізде үтірмен жазылмайды, Паскаль тілінде нүктемен жазылады. Осындай міне ұзақ сандар болуы мүмкін, кете береді, осы просто мынандай бүтін емес нүктемен жазылатын сандар real типіне кіреді. Енді бастайық. Программ. Жерге атын жазамыз. Келесі бізде айнымалылар А айнымалысы, Б және тағы да айнымалы қосайық. Оның атын С дейміз. Бұны енді real типі деп жазамыз мына жерге. Сосын нүктелі үтір. Келесі бізде begin және end жоқ қосайық. Бірінші end. Енді бізде бірінші қандай не жасасақ болады. Мысалы, бүтін емес сандар олар көбінесе бөлген кезде шығады. Сол себепті бөлу несінен қарастырайық, бөлу жағынан. Бірінші бізде write-ln ішіне жазамыз. Бірінші сан деп жазайық. Read ол бізде write-ln бізде А айнымалысына жатады. А айнымалысына кіреді. Келесі тағы да write-ln. Келесі бізде екінші сан. Жақшан жауамыз, және нүктелі үтір. Бұл бізде Б айнымалысы. Және де біз сыны қосамыз, енді С бізде бірінші санды бөлінетін сан қаламыз, екіншісін бірінші бөлінетін сан, келесі бөлінетін сан. С айнымалысы, онда бізде А бөлінген Б болады. Бізде бөлу мынандай слэш қойылып жазылады Паскаль тілінде. Сосын нүктелі үтір. Келесі бізде write-ln. Мына жерге біздер жауабы дек. Енді жауап мына жерден үтір қойып, С айнымалысын жазамыз. Енді қараймыз. Бірінші сан бізде 4 болсын. Екінші сан бізде 3 болсын. Анка сәл ұзартайын, 3 болсын. Міне, жауабы ұзақ сан шығып кетті. Бұл енді бізде real типіне жатады. Қазір бұлай түсінікті болу үшін бұлай жазайық. Міне, тағы да көрсетейін сіздерге. Қайтып жазсақ болады. Мына жерге біздер мысалы бөлінетін сан, бірақ жаңағы бүтін емес сан шығады. 2 дейік, оңай болсын. Жауабы 3,5. Дұрыс. Тағы да көрейік. Мысалы 3 бөлінген 4. Жауабы 0,175. Тағы да бір рет қарайық. 2 бөлінген 9. Жауабы 0,... Аржағы период болып кетеді, уже ұзын сан. Біз real типінен бірінші есебіміз шығардық. Бұның барлығы real типіне жатады. Енді келесі тағы бір есеп шығарып көрейік. Мынаны былай кетірсек болады. Қандай есеп? Бір сан қала берсін, бірінші сан дегеніміз. Ол квадраттың периметрін табатын есеп болсын. Бізде А, сосын келесі тағы да бұны көшіріп ала қойық. write-ln квадраттың ауданын табатын, ауданын. Бәрін кетіп түсіп қазір. Read мына жер Б болады. Және С бізде нешеге болады.
Так, с айнымалысы бола берсін. Жақсы, бізде ауданын табамыз қазір. Квадраттың ауданын табатын. Және де біз мына жерге қазір а көбейтілген б деп жазамыз. Және де врайтелн а жоқ с тең дейміз. Сосын үтір қойып с айнымалысын жазамыз. Жақшаны жауамыз. Нүктелі үтір. Жақындатайық, қараймыз. Оның бірінші сан демей қойық, түсінікті болу үшін қазір былай жазайық бұны. Ұзындығы. Сосын мына жерге ені болсын. Енді қараймыз. Ұзындығы бізде 5 сантиметр, ені 4 сантиметр. Ауданы бізде 20-ға тең. Мынады да ауданы деп қойық. Сосын болды. Тағы да көрейік. Ұзындығы 9, ені 16, ауданы 144. Енді мен сіздерге мына LM деген жазбай да істеуге болады. Бұның не екенін түсіндіріп кетейін. LM дегеніміз ол мына ұзындығы деген сөзден кейін бұлай бір қатар түсіріп жазады міне. Егер біз қазір LN-ді алып тастасақ, ол ізінен жаза береді. LN-ның атқаратын қызметі осы да. Міне 9, міне. Бұл енді әдемі көрінеді. 72. Көрдіңіздер ғой. Ал мына ең соңғы врайтелнде бізде үтірмен жаздық, сондықтан жаңағы айнымалын үтір арқылы жаздық. Сондықтан бұл врайтелн бұған әсер етпейді. Ал мына жерге readln-де болады. Ол да сондай қызметтерді атқарады. Оны мен сіздерге кейінірек түсіндіретін болам. 70 2 дейік. Ауданы 140. Барлығы дұрыс. Бүгін біз real типмен есептерді қарастырдық. Real тип жалпы үйрендік десек те болады. Енді достар, осымен менің видеом аяқталды. Келесі уақыттарда тағы да басқа типтерді қарастырамыз, есептерді шығарамыз. Енді келесі Паскальден видеоны күтіңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.